Баршаңызға жалынды сәлем достар. Сіздермен бірге 101 фильм және бүгін сіздерге 2007 жылға «Обитель зла 3» атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Айтпақшы, мен ютубтан табыс табу туралы тикток канал жүргізуді шештім. Ютуб жайлы қызықты ақпараттың бәрі сол жерде. Енді маған сіздердің барынша қолдауларыңыз керек боп тұр. Сілтеме видеоның описаниесінде көрсетілген, ал біз көпке созбай видеомызға оралайық. Элис атты әйел көзін ашса белгісіз жерде жатыр. Тек коридорға шыққанда әйелдің есіне басынан өткен жағдайлары түседі. Бір кезде есік жабылғанда коридордан пайда болған лазер Элисті өлтірмекші. Бірақ та әйелдің шапшаң болғаны соншалықты, тіпті лазерлік сеткадан да аман қалды. Келесі коридорда Элис арбаның арқасында тағы бір қақпаннан өтті. Енді ақырын бара жатқанда жерден кішкентай пулемет шығып әйелді ауыр жаралаған болатын. Сол кезде оған қорғаныш формадағы адамдар келіп, доктор Айзекс оларға қыздың ДНК-сын алуды тапсырады. Біраз уақыттан соң зерттеушілер Элистің денесін әйелдің клондары толы траншеяға тастайды. Осыған қарағанда жаңағы Элиста клон болса керек. Зертхана айдаладағы жердің түбінде орналасқан, ал аумақ зомбилардан толықтай қоршалған. Зертхананың өзі Umbrella компаниясына тиесілі. Бұл компанияның адамдары қауіпті вирусты қолға үйретеміз деген, бірақ та эксперимент істен шығып, соның кесірінен бүкіл әлемді зомбилар басып кетті. Ал тірі қалғандар көшпенді өмірдің арқасында әлі күнге дейін аман-есен жүр. Көп замай біздер нағыз Элисті көреміз. Тыныш қана заправкаға кірген әйел іштен жасырынып отырған сәби мен оның анасын көреді. Әйел тез арада сәбиді құтқаруын өтінуде. Сонда нәрестені қолына алған Элис оның қуыршақ екенін түсінді. Ал әйел бандамен бірге оны жан-жақтан қоршауда. Элис барынша қарсылық көрсеткенімен ақыра есінен танған болатын. Әйел көзін ашса зомби иттер толы клеткалардың қасында жатыр екен. Ал банда болса иттерді босатып шоу ұйымдастыруды шешті. Бірақ та Элис олар ойлағандай осал емес. Әйел тез арада иттермен бірге банданы да қырып шыққан соң ешқандай жарақатсыз қайта жолына аттанды. Осы кезде доктор Айзекс Umbrella компаниясының бастығына региондағы зомбилар жайлы айтуда. Оның айтуынша зомбилар адам жемесе де тірі жүре береді екен. Бірақ та олардың мақсаты зомбилардың вирусын әлсіретіп, болашақта оларды қолға үйретіп, кейін тегін жұмыс мақсатында пайдалану. Ол үшін доктор Айзекс Элистің қанындағы антителодан дәрі жасап шығармақшы. Ал Элис болса олардан қашып жүр. Бір топ тірі қалған адамдар фургондармен айдалада кетіп барады. Жолда зомбилар көбейе бастаған соң олар ескі қонақ үйге тоқтауды шешті. Жігіттер ішке кіргенде LJ-ға коридордан бір зомби шабуылдайды. Жігіт оны өлтіре салсымен екіншісі шабуылдаған болатын. Өкінішке орай зомби оны тістеп алса да LJ достарына оны айтатын емес. Осы кезде зертханада доктор Айзекс зомбиге Элистің клоннан алған қанды құйғанда зомби кішкене сабырға келеді. Тіпті адам сияқты ойланып та отыр. Күтпеген жерден зомби қатты ашуланып босап кеткенде доктор Айзекс бөлмеден тек өзі шыққан болатын. Өкінішке орай тірі қалған адамдардың жағдайы мәз емес. Тамақ мөлшерде бензинде бітейін деп қалған. Олар тағы да басқа адамдармен байланысқа шықпақшы, бірақ та сигналды естіген Элис рацияны өшіре салды. Одан да әйел Аляска жайлы оқып отыр. Аляскада жаңа өмір бастауға болады екен. Өйткені ол жақта зомби түгіл адамдарды жоқ. Элис ұйқыға кеткенде доктор Айзекс әйелдің копиясын оятқан еді. Ал Элистің қасындағы заттардың бәрі ауада қалқып тұр. Бір кезде клон есін жиғанда Элисті оянып кетеді. Осы кезде зертханадағы жасанды интеллект докторға аномальдық күшті энергияны сезгенін айтады. Осыған қарағанда бұл Элис болуы мүмкін. Тірі қалғандар оянса, аспанда зомби құстар қаптап кеткен екен. Тез арада олар фургонға отырып газды басқанда, жүргізуші байқаусызда столбыға соғылады. Ал адам жейтін қарғалар тіпті әйнекті тесуге дайын. Клэр мен Карло адамдарды құтқармақшы, соның кесірінен бірнешеуі құстарға жем болған еді. Басқаларды құтқару үшін от шашатын құрылғыны пайдаланса да бәрі де сәтсіз болды. Сонда Карлос құрбысын оттан қорғамақшы болғанда белгісіз күш оларды қоршап қалады. Сөйтсе көмекке Элис келген екен. Әйел өзінің қабілеті арқылы оттың размерін көбейтіп аспандағы барлық құстарды жойған болатын. Жасанды интеллект Айзекске үлкен энергия мөлшері жайлы хабарлайды. Ал доктор болса Элистің күшіне таңырқап тұр.
Элис есін жиғанда Карло оны топтың лидері Клэрмен таныстырады. Осы кезде спутник Элистің қайда екенін тауып алған еді, ал доктор Айзекс Элистің қаны үшін бәрін құрбан етуге дайын. Сондықтан доктор бастыққа қарулы күшті дайындауды ұсынғанымен, бастық қазірше асығыс емес екен. Оның айтуынша Айзекске біраз шыдай тұрған жөн. Элис қалған адамдарға Аляска жайлы күнделігін көрсетуде. Енді олардың мақсаты Аляскаға барып қоныстану. Ол үшін топ Лас-Вегастан бензин мен тамақтарды толтырып алуы керек. Доктор Айзекс ақыры шыдай алмай компьютермен бастықтың жасанды жарлығын шығарады. Жарлық бойынша Элисті қолға түсіру миссиясы толықтай Айзекске тапсырылған. Енді тікұшақтар Элистің ізіне түскенде, LJ жағдайы нашарласа да жарақаты жайлы айтатын түрі жоқ. Лас-Вегаска келген топ бір түрлі контейнерлерді көріп, оны тексеріп көрмекші. Бір кезде оның есігі ашылғанда, іштен 10 шақты зомби шыққан болатын. Сөйтсе, бұл да бір Айзекстің қақпаны екен. Доктор осылай Элистің қабілетін тағы тексеріп отыр. Бір кезде олар спутникпен Элистің санасын жаулағанда, әйел бірнеше секундқа қатып қалды. Бірақ та соған қарамастан ол санасы арқылы спутникті істен шығарады. Осы кезде қалғандары зомбилармен күресіп жүргенде LJ да зомбиға айналуда. Сонда Карло оны фургоннан шығарып өлтіргенде LJ оны тістеп алған еді. Амбрелланың палатасын тауып алған Элис іштегі адамдарды біртіндеп жоюда. Ал доктор Айзексті бір зомби тістеп алғанымен ақыры тікұшақпен қашқан болатын. Зертханаға келген доктор өзіне бірнеше клонның вакцинасын қоймақшы. Сонда күзетші болса оны өлтіруді шешті, бірақ та қайта тірілген доктор ұзын саусақтарымен оларды қырып шыққан еді. Көп ұзамай тікұшақтың артынан ерген топ ақыры базаның қайда екенін түсінді. Олар Аляскаға базадағы тікұшақпен бармақшы, бірақ та айналаны мыңдаған зомбилар қоршап тұр. Алғаш рет инфекцияны сезінген Карло ақыры өлетінін түсінді. Сондықтан бензин толы КамАЗбен заборға дейін жеткенде КамАЗбен қоса өзінде жарып жібермекші. Осылай Элиспен қоштасқан жігіт заборға келгенде спичканы жағып КамАЗды жарған еді. Енді тікұшаққа отырған адамдар Аляскаға ұшқай отыр. Бірақ та Элис осында қалуды шешті. Өйткені әйел қарсыластарын жеңбейінше тыныш таппайды екен. Траншеядан клондардың денесін көрген Элис одан әрі ашуланып базаға кіреді. Іштегі жасанды интеллекттің айтуынша докторда ауыр вирус жұқтырған және де оны емдеу үшін Элистің қаны керек. Сонда бәрін түсінген әйел бүкіл әлемді вирустан құтқару үшін өз қанын тапсыруды шешті. Базаны аралап жүргенде Элис бір кезде өзінің клонына тап болады. Ал қатты мутацияға ұшыраған доктор Айзекс арттан шабуылдауда. Капсула жарылғанда клон өзінің копиясын көріп есінен танады. Ал Элис болса доктормен шайқасып жүр. Доктордың жылдам регенерациялық қасиеті бар екен. Бір кезде лазерлік коридорға тап болғанда докторды тек лазер өлтірген болатын. Енді әйелге жақындағанда лазерді Элистің клоны өшірген еді. Осы кезде Амбрелла басшылары базамен байланысқа шыға алмай отыр. Сонда бастық эксперименттің сәтсіз аяқталғанын түсінді. Бір кезде оларға Элистің проекциясы қосылып, олардың да көзін жоюға уәде береді. Өйткені екеуінен бөлек тағы да Элис сияқты клондар жетіп жатыр. Осылай бәрі бірге әлемді толықтай құтқармақшы. Осымен біздің Обитель зла 3 атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.